Ойын әлеміндегі ең танымал кейіпкерлер Pac-Man және Super Mario, сонымен қатар Sony телевизорлары, Nikon, Canon, Fuji фотоаппараттары, Nissan, Toyota автокөліктері, Nintendo ойын приставкалары. Түсінгендеріңіздей, мұның бәрі Жапон елінен шыққан өнімдер. 40 жыл бұрын әлем осының әрқайсысын миллиондап сатып алып жатты. 80-ші жылдары Жапония экономикасы дамып жатқан сонша, эксперттер тағы 10 жылда Американы қуып жетіп, басып озады деген баға беріп отырды. Бірақ бәрі басқаша болды. Жапонияны Қытай озып орнын басты. Toshiba компьютерларын нарықта Apple орнынан тайдырды, ал Sony телевизорларын кореялық Samsung пен LG алмастырды. Экономикалық дамудың орнына соңғы 30 жыл бойы елдегі жағдай бір орнынан жылжи алмай тұр. Халықтың басым бөлігі қарт адамдарға толып, саны азайып келеді. Ал 80-ші жылдар соңында Жапония компанияларына ақша салған адамдар әлі күнге дейін ақшасын кері қайтара алмады. Сонымен неге Жапония әлемнің бірінші экономикасы болу мүмкіндігін жіберіп алды? Және бүгін эксперттер Жапонияға қандай болжау жасауда десеңіз, видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Бұл әлемде ең бай компаниялардың 10-ығы, ішінде 8-і Америкадан. Ал енді 40 жыл бұрынғы бай компаниялардың тізіміне қараңыз, 10-ның 8-і жапониялық. Айтқанымдай 89 жыл бүкіл Жапон елі байлықтан есі кеткен кез. Ел ішіндегі нарықта барлығы қымбаттап, іс ойға сыймайтындай болып кетті. Нақтырақ айтқанда, Токиода жылжымайтын мүліктің бір шаршы метрі, бір пәтер емес, бір пәтердің ішінде бір квадрат метрдің бағасы $1,000,000 асып жатты. Енді осының бәрін анықтап түсіндіру үшін тағы да 20 жыл артқа оралсақ. 1970 жылдары мемлекет батыстан технологияларды белсенді түрде және көп сатып алып жатты. Мысалы, америкалық DuPont атты алып корпорациясын қарайық. Олар 20 ғасырдың басында жаңа материал табу үшін ғылыми зерттеулер жасап, нәтижесінде көп жерге пайдасы тиетін нейлонды шығарды. Жігіттер түсінбей тұрсаңыздар, нейлоннан қазір әйелдердің шұлықтарын жасайды, тіс щеткаларын жасайды, жеңіл және берік болғаны үшін парашютті да содан жасайды. Және айдың бетіне қағылып тұрған Америка туы сол нейлоннан жасалған. Сол зерттеулеріне DuPont 11 жыл және $20 миллионға жуық доллар жұмсады. Сонымен енді Жапонияның мына компаниясы 11 жылымен $20 миллион жұмсап әуре болмай, DuPontға барып $7,5 миллион патентін сатып алды. Әлемге нейлоннан жасалған әртүрлі бұйымдар жасап сатып, шамамен $90 миллион табыс тапты. 20 жыл ішінде 15 мыңға жуық патент сатып алынып, елде өндіру құқығына ие болды. Және өндірісті жеңілдетіп, ал өнімнің сапасын бірнеше есе арттырды. Жапониялық көптеген компаниялар негізінен америкалық патенттердің арқасында әлемнің ақшасын шаң сорғысы сияқты сорып отырды. Нәтижесінде Жапония үй техникасымен, фото, видео, оптикалық технологиялармен, телевизорлар, тағы да әртүрлі электроникамен әлемді жаулап, сапа мен баға жағынан алға шықты. Осыған дәлел болатын, мынау Panasonic компаниясының негізін қалаушысы өзі өндірген технологиялардың қасында түскен суретіне қараңыз. Ал енді Жапония қай кезде қателік жіберіп қойғанын айтамын. 70-ші жылдардағы Американың автокөлік нарығымен танысайық. Ол жерде жергілікті Ford, Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge және аздап Volkswagen бар. Ал осыдан 15 жыл өткесін қарасақ, бірінші мен екінші орында сол Ford пен Chevrolet, бірақ үшінші орында Toyota. Жыл сайын ондықтың ішінде жапон автокөліктері бір қалыпты жақсы сатылуда. Дәл осы сияқты жапон техникасы мен электроникасы Америкада сатылымның алдында. Басқаша айтқанда, сол кездегі Жапония тура 10 жыл бұрынғы Қытай секілді әлемдегі арзан фабрикалар отаны. Осылайша батыс елдері Жапонияға қарсы әрекеттенуге бірден кірісті. Жоқ, тауар ұнамағаннан емес, сапасы жылдар бойы жоғары. Мәселенің себебі жергілікті өндірушілер тауарын сата алмай шығынға батып жатқанында. Демек, бұл ақш халқының жұмыссыз қалуына әкеліп соқтырады. Мына видеоны қарап көріңіз, Американың бірнеше азаматтары жапон автокөліктерін көпшілік алдында бүлдіріп, Америка тауарларын тұтынуға шақырып жатыр. Жапонияның қателігі мен Американың қулығы дәл осы жерден бастап алады деуге де болады. Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін 30-40 жыл бойы Америка Жапонияға ақшалай көмек көрсетіп, сол ақшаға өзінің патенттерін сатып отырған. Америкаға осының бәрі тиімді болып тұрғанда екі жақта тыныш болатын. ақш-қа тиімділігі азайған сәтте барлығы өзгерді. Міне президент Рейган 85 жыл қыркүйекте жылдар бойы екі жаққа да тиімді болған сауда-саттық арақатынасты жоққа шығарып тұрған бейнесін қараңыз. When governments permit counterfeiting or copying of American products, it is stealing our future and it is no longer free trade.
Президенттің осы сөзінен бір күн бұрын ақш пен Жапонияның еркін сауда-саттық қарым-қатынасы тоқтатылғаны таң қалдырмайды. Тағы да 85-тің қыркүйегі «Один дома 2» түсірілген Нью-Йорктағы Плаза қонақ үйі. Франция, Германия, Ұлыбритания, ақш және Жапония елдерінің өкілдері сауда-саттық қарым-қатынас ыңғайлылығы үшін валюталарының құнын теңестіруге келісім жасауда. Түсіндіріп айтайын, доллардың құны қымбат. Бұл Америка үшін жақсы әрине. Жапония, Германия сияқты елдерден арзан сатып алуға болады. Бірақ Американың өнімін сату қиынға әкеп соғады. Сондықтан көп сатып алып аз сатқанда теңсіздік пайда болады. Бұл кез келген экономика үшін тиімсіз. Жергілікті өндірушілер жабылып қалмау үшін мәселені шешудің екі жолы бар. Доллардың құнын азайту немесе сырттан кіретін өнімдердің кедендік салығын ұлғайтып бағасын теңестіру. Нәтижесінде доллардың құнын азайтуға шешім қабылдап, Америка өнімдерін бәсекеге қабілеттігін арттырды. Осыдан кейін Жапон иенасының құны келіскеннен де аса көп көтеріліп кетті. Жапон техникасы мен машиналарын қымбатқа түсетін болғандықтан әлемде сатып алу мүмкіндігі азайды. Ал олар байлықтан масайып қалды. Қолдарында иенаның құны қымбат. Жергілікті байлар жаңа айтқандай кинокомпанияға дейін сатып алып, оған қоса Голливудтың Арнольд Шварценеггер сияқты жұлдыздарын өздерінің біртүрлі рекламасын түсуге жалдап жатты. 5 жыл бойы есепсіз шалқып өмір сүрген елдің экономикасы сабын судың көпірігіндей үріліп, бір сәтте жарылды. Сонымен өздері атау берген жоғалған жылдар атты кризисі басталды. Дәл осы кезде зомби компаниялар атты қызық нәрселер пайда болды. Біздің Magnum сияқты сауда-саттық желісін елестетіп көріңіз. Олар елге керек пе? Астықты әр өңірге жеткізіп сатып отыр, мыңдаған адамды жұмыспен қамтып табыс беріп отыр. Дүкендер маңызды рөл атқарады, әрине керек. Ал осында компанияның мойнында 17 миллиард доллар қарызы бар. Елге олар керек, бірақ олармен не істеуге болады? Сонымен билік жергілікті супермаркет желісіне арзан кредит бере бастады. Себебі компания жабылып қалса 17 миллиард қарызын алмайтынын түсініп отыр. Бұл жерде зомбидің не қатысы бар десеңіз, осындай компаниялар не тірі емес, не өлі емес, тап зомбиға ұқсайды. Себебі тапқан табысының бәрін тек қарызын қайтаруға жұмсап, өзі дами алмай, бір орында тұр. Елдегі 2-3 компания дәл осындай жағдайда болса, ол ештеңе емес әрине. Бірақ 2000 жылы Жапонияда әрбір 3-ші компания зомби. Бүгінде 2025 жыл жаңалықтардан Жапонияның экономикасы қиын жағдайда деген мақалалар көреміз. Бірақ қалалардың жағдайы керемет. Міне Жапонияның техникалары мен көліктерін алып жатырмыз ғой деуіңіз мүмкін. Назар аударыңыз, сізге сұрақ. Соңғы 30 жыл ішінде өзінің технологияларымен әлемде революция жасаған жапониялық компаниялар шықты ма? Меңзеп тұрған мынау ең бай компаниялар тізіміне тағы бір қарайық. Міне барлығымыздың қалтамыздағы немесе жұмыс экранымыздағы өнімдер Apple мен Microsoft как раз 85 жылдар жарып шықты. Google, Amazon, Meta 2000 жылдар атты. Лидерлер тізімінде қанша қытайлық компаниялар бар екенін қараңыз. Alibaba, Tencent, даже Кореяның Samsung компаниясы телевизорлардың басында жапониялық Sanyo компаниясынан сатып алып өздерінде құрастырып отырған. Ал осы тізімнің ішінде жапониялық компанияларды іздеп көрсек, тек 38-ші орындағы Toyotаны көреміз. Дәл осы жағдай үшін соңғы 30 жылды жоғалған жылдар деп атайды. Сондықтан Жапонияның болашағы үшін жасалып жатқан болжамды жақсы деп айту қиын. Бір жағынан Жапонияда адамның өмір сүру жасы бойынша орташа есеппен 85 жас болып, ең жоғарғы елдер қатарына саналады. Елдегі үлкен проблема халықтың 30%, шамамен 35 миллион адамның жасы 65-тен асып кеткен. Ал балалардың саны 40 жыл бойы бір қалыпты төмендеп келеді. Бұл зомби компаниялар емес, зомби мемлекетке айналуына алып келуі мүмкін. Өйткені жас буын өздерінің дамуына емес, 35 миллион пенсионерлерді асырауға жұмыс істеуіне тура келеді. Тағы да Жапонияда кароси деген проблема қазір пайда болуда. Ол көп жұмыс істегеннің салдарынан жастар қайтыс болуы. Елде әр жыл сайын 200 осындай оқиға орын алуда. Өйткені әр жапондық азамат айына 80-100 сағат аралығында артық жұмыс істеп, ал жылдық демалысының әр кеткенде жартысын ғана пайдаланып келеді. Және әр жапондық отбасында бала бағу өте қымбатқа түседі. Сондықтан баланың орнына ит бағып алданып келеді. Осы қиындықтардың бәріне қарамастан Жапонияның жарты жолда қалатынына мен сенбеймін. Өйткені олардың технологиялық жағдайы біздікмен немесе басқалармен салыстырғанда жер мен көктей. Жарайды, Жапонияның дәл осы қиын жағдайда тап болмау жолы болды ма деп Қытаймен салыстырып көрейікші.
Қытай қазір әлемдегі екінші экономика. Олар дәл Жапония сияқты әлемді арзан тауарлармен қамтыды, сосын технологияларын дамытып, тауарлардың сапасын арттырды. Бірақ айырмашылығы ойланбай бағасын арзандатқанда емес. Проблеманың түбірі сол плаза қонақ үйінде болған келісімде жатыр. Содан кейін Жапония үшін бәрі құрдымға ұшырады. Тек Америкаға тиімді болған сол келісімнен Жапонияның бас тарту мүмкіндігі болған да жоқ. Өйткені Америкадай қорғаннан айырылып, нарығын жоғалту барлық мүмкіндіктерін шектеп тұрды. Бас тартқан жағдайда Америка өз пошлиналарын қосып, сауда соғысы басталар еді. Ал Қытай қазір Американың барлық шектеулеріне тап болып, нағыз сауда соғысын бастан кешіруде. Есесіне өз экономикасы мен валютасы өз қолында. Меніңше Қытайда Жапонияның тағдырын қайталамау мүмкіндігі бар.